Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз комплекс object, немесе қазақшасы күрделі толықтауыш. Өте көп келетін тақырыптардың бірі, самый топовый тақырып. Сондықтан да барынша, егер де жоғары алғыңыз келетін болса, осыны до конца қарап түсініп алыңыздар. Так, сонымен қатар қандай да бір сұрақ туындайтын болса, жазсаңыздар болады астыға. Так, әзірше осы, let's go. Так, бірінші сұрақ, the correct sentence with complex object. Complex objectпен тұрған дұрыс сөйлемді табыңыз. Так, complex object деп отырғанымыз бізде прикольная формула, бізде lol дейміз, немесе VOV, былай айтқан кезде lol, да, типа lol, laughing out loud, да, типа. Жарайды, енді қарасаңыздар, V деп отырғанымыз етістік, verb, я, O деген object, V деген етістік. Екі етістік тұрады, и ортасында object, типа осылай. Бас, да, object, вот так. Егер ұмытып қалсаңыздар, осылай мені көз алдыңызға елестетсеңіздер болады. Типа object и екі етістік. Осылай. Так, енді тезірек айтайық. Екі етістік и object. Міне қарасаңыз, бірақ етістік көшіріп тастаймыз. Не, бірінші етістік, екінші етістік, ортасында object. Вот. Вот тұсқа B. Дұрыс. Одан кейін бізде надо, так, бізде бірақ етістік, is деген, и все. Could деген бізде етістік емес, ол модальный етістік, сондықтан да бізде бірақ етістік дұрыс емес. И мына жерде тоже модальный етістік, бірақ етістік, и дұрыс емес. Бізде жауап болады make me speak. Егер де білмейтін болсаңыз, make деп отырғанымыз бізде обычный дымсыз жататын етістік, дымсыз деген исключение, потому что make-тан кейін me деп тұрады, одан кейін to немесе verb ing деген жоқ, сразу етістің бірінші формасы немесе bare infinitive солай болады. То есть speak, to-сіз, ing-сіз сразу. Так, дальше. The sentence with complex object. Complex objectпен берілген сөйлемді табыңыз. Дәл солай алыңыздар кітапшаға сыза берсеңіз болады, от души VOV деп, парақпен ручка берсе, сразу есіңізге VOV деген түсін, и все. Міне қараңыз, бірінші етістік seen, екінші етістік жоқ. Бірінші етістік want, екінші етістік tell, ортасында object жоқ. Object деп отырғанымыз, мысалға, I-ға me деген сияқты, me, him, тағы что? Так, us, them, так, что еще? You деген сияқты, it, осылар. Да, осылар object деп отырғанымыз, если что, жазып алсаңыздар болады, object. Может, білесіздер, да, уже? Так, дальше. Want, не object, не him деп тұрға, object. И to, understand, екі етістік, и ортасында object. See, соғысын дұрыс. Так, мына жерде бізде только бір етістік. Мына жерде бізде play етістік, бірақ етістік. Сол үшін бізде жауабы однозначно C болады. Дальше. The sentence with complex object, то же самое VOV. Оудың орнына кез келген адамның аты, немесе заттың аты болуы мүмкін. Бағана he, she, it деп айттым ғой, мыналардан басқа, me, her, him, us, them, you деп айттым ғой, соның орнына басқа да адамдардың аттары болуы мүмкін. Кез келген, немесе заттың аттары, биос деген сияқты нәрселер, да, немесе бутылка деп өзім бутылкамды көрсетіп қояйын, да. Кез келген заттың атауы болуы мүмкін, на всякий случай, да, объекттің ортасындағы заттың ортасына, то есть екі етістің ортасына любой заттың аты болуы мүмкін. Так, адамның немесе заттың аты. Вот смотрите, енді watch деген бар, TV деген бар, заттың аты, TV, да, а тут verb екінші етістік жоқ, сол үшін өшіріп тастаймыз. So деген етістік, өткен шақ, кез келген шақта тұруы мүмкін, don't worry. Ернұр деген адамның аты, это объектке жата береді, заттың аты, адам аты, и get бізде етістік, сол үшін бізде B жауап дұрыс. Ал мынау етістік, бірақ етістік, и все. Екінші етістік жоқ. Don't phone, то есть phone бірақ етістік, басқа жоқ. Одан кейін бізде, так, бірақ етістік, дальше жоқ. Сол үшін бізде жауабы однозначно очевидный B болады. Дальше, the right pronoun in complex object. Complex objecттағы дұрыс пронаунды есімдік табыңыз. Мен сізге айтқан болатынмын жаңа, есімдіктерді him, her, us, them, так, что еще? You and it деген сияқты. Сондықтан да бізде him. Мыналар жатпайды. Me болу керек, him дайттық, them немесе her. Мынаның пронауны бізде комплекс объекттерде, объекті осылар. Так, бізде жауабы B. Келесі, the correct complex object.
not asking too much, мен көп сұрап жатқан жоқпын сенен. I just want you да, you міне. Бізде кейбір етістіктер бар, VOV да. Именно өзінің формалары бар, именно етістіктердің түрлері бар, которые to мен жүретін. То есть VO to V. Олар мынау етістік want, would like деген сияқты басқа да етістіктер бар. Егер де соның толық тізімін білгіңіз келсе, қайсысы to мен жүреді, немесе екіншісіне OV-дан кейін қайсысына ing жүреді, қайсысына дымсыз жүреді, да, исключение. Астына ссылка тастап кетем. Дәл осының астына, дәл қазір ашып қарасаңыздар болады. И соны сол жерде сіздер қайсысы to мен, қайсысы ing мен, қайсысы просто bare infinitive көрсеңіз болады. Ал want деп отырған үшін айттым, мен сізге infinitive to мен жүреді, то есть to-дан кейін understand. Вот. Ал қалғандарында to жоқ. To-дан кейін тұрмайды. Do. Want you to understand me. Want деп отырғанымыз көбінесе келетін етістіктердің бірі. Соның үшін жаттап алыңыз, сол object-тан кейін, you-дан кейін to мен жүреді. Вот. Дальше. The correct verbs to form complex object. Дұрыс вербтарды табыңыз. Complex object түзетін. Так, allow то же самое. Егер де complex object түрінде келсе to мен жүреді. Обычно көбінесе етістіктер, я сізге айтайын да, секрет. Көбінесе етістіктер да to мен жүреді. И кейбір исключениялар бар, только ing мен немесе bare infinitive болатын нулевая форма. А так көбісі to мен жүреді. Айтып қойсаң. Егер білмей атсаңыз, жаттап алған етістіктердің ішінде жоқ болатса, to мен жүре салыңыз, и все. Окей? И еще мына жерде қараңыз, where деп тұр, were you allowed, I'm allowed деген сияқты. Бұдан кейін сразу да, бұл пассив войс да, и сразу бізде to жүреді. Қараңыз. To watch. Were you allowed to watch these films? I can't believe it. Окей? Просто көру и все. Дальше. The correct sentence with complex object. Complex object пен тұрған дұрыс сөйлемді табыңыз. The classical song sung by Adeline. Бұл өте көп келген нұсқалардың бірі уже да. Make деген уже мен сіздерге айтқан болатынмын. Исключение. Make-тан кейін, немесе made да, без разницы. Object тұрады да, одан кейін етістің бірінші формасы. Сразу to-сіз, ing-сіз. Так. Song to be керек емес алдында. Make me cry. Songs деп көпше тұрғаннан кейін бізде makes керек емес. ing керек емес. To be керек емес. Made me cry да. Не көріңіз, етістік, object и етістік cry. Ешқандай ing дымсыз. И ing was деген сияқты ешқандай керек емес. Бізде жауабы be and g болады. Кез келген make та болуы мүмкін, made та болуы мүмкін, have made болуы мүмкін. То есть кез келген шақта қоя берсеңіз болады 12 шақтың 12-інде. Окей? Так, дальше. Complex. Complete the sentence with complex object. Тағы да көбінесе келетін сөйлемдердің бірі. The students, the teachers, the room, at the blackboard. Так, қарасаңыздар, бізде so деп отырғанымыз барлық етістіктердің тізімдерінің астына ссылкаға тастап кетемін. Өйткені бізде so деген көру мүшелері, көру, есту, сезу дегендер бізде либо нулевая форма, да, дымсыз, короче, verb, да, алдына ing дымсыз, либо екіншісінде ing, короче, осылай. Так, so enter stop, мынау дұрыс. Enter өткен шақ керек емес, бізде stop деген бірінші формасы тұру керек. Stop s керек емес, ешқандай да. Так, хаттан кейін seen болу керек, просто атак дұрыс болушы еді. Тоже seen болу керек, атак дұрыс болушы еді. Мына жер have seen деген дұрыс, бірақ enter болу керек, и stop болу керек, stop емес, я? Бірінші форма, всегда бірінші форма. Дұрыс емес, сол үшін. Мына жерде s керек емес, сонда бізде барлық жауаптың ішінде бірінші жауап, бірақ жауап, яғни бірінші a жауабы дұрыс болды. So, enter and stop. Так, тағы да айтам, қайсынан кейін ing, қайсынан кейін әлі шатысып атсаңыз да, есіктердің тізімін астына тастап кетемін, сол жақтан просто қарап алсаңыз болады.
Ал мынау сіздерге үй жұмысы, қайсысына не жататындығын, комплекс объектін түсіндік түсінбедік дегенге әдейі 2 тапсырма бердім, өйткені бұл өте көп келетін тақырыптардың бірі, өте жоғары балл тұратын тақырыптар. Сондықтан да өзіңіз түсінгеніңізді либо түсінбегеніңізді точно көру үшін осы үй тапсырмасын орындап астыға жауап қалдырып кетіңіздер. Надеюсь, барлығы түсінікті болды. Кез келген сұрақтар болса жазыңыздар. Алдағы уақыттағы ентіларыңызға сәттілік, барынша 45 алуға тырысыңыздар, именно английскийда. Әзірше осы, барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар. Бай-бай.